сұлу, тәні көркем болашақ ана. Медитацияға қош келдіңіз. Сіз қандай болсаңыз да, өз ұрпағыңыздың алдында ең керемет жансыз. Әрбір ана баласының рухы мықты, тәрбиелі, дара тұлға болып өскенін көргісі келеді. Ал саналы ұрпақ өсіру ол тікелей құрсақтағы тәрбиеден бастау алады. Сондықтан осы медитация арқылы өз ойыңыздағы жағымсыз энергиялардан барынша тазаруға тырысыңыз. Медитацияны бастамас бұрын құлаққабыңызды дайындап алыңыз. Және өзіңізге ыңғайлы орынға жайғасып отырыңыз. Бәрекелді. Енді көзіңізді жеңіл ғана жұмып, терең тыныс алыңыз. Тынысты мұрныңызбен алып, аузыңызбен ұзақ уақыт шығаруға тырысыңыз. Бірге жасап көрейік. Тынысты неғұрлым ұзақ шығарған сайын барлық денеңіз тез босаңсиды. Тыныс алуды бірнеше мәрте қайталаңыз. Дәл осы сәтте аспаннан жаратушының нұры шуақ болып, дәл төбеңізден құйылып тұрғанын ойша елестетіп сезініңіз. Сол шуақ әрбір шашыңыздың түбінен бойыңызға еніп, 62 тамырыңыз арқылы денеңізге қуат болып таралуда. Сұлу жүзіңізден қос иығыңызға төгіліп, білектеріңіз арқылы салалы саусақтарыңызға жетіп жатыр. Омырауыңыз нұрға бөленіп, арқаңыздан беліңізге өтіп, ішіңіз арқылы жылжып тізеге жетіп, тізеден әрбір аяғыңыздың саусағына төгіліп жатыр. Тыныс алуыңызды жалғастыра отырып, әрбір мүшеңізді сезініңіз және барынша босаңсытуға тырысыңыз. Жаратқанның осыншама байлықты бойыңызға бергеніне шүкір ете отырып, нұрға толған екі алақаныңызбен ішіңізді ұстаңыз. Жүктіліктің алғашқы апталары болғандықтан, құрсағыңызға біткен кішкентай ғана жүректің дүрсілін әлі сезбеуіңіз мүмкін. Алайда рухыңыз арқылы өз жүрегіңізге байланған сол кішкентай жүрекпен байланыс орната аласыз. Өзіңіздің оны саналы түрде қабылдап, бойыңызға енгізген аяулы анасы екеніңізді сезіндіріңіз. Алдағы 9 ай бойы жарық дүниеге бірге дайындалатыныңызды, қандай сынақ келсе де бірге күресетініңізді жеткізіңіз. Алғашқы апталарында тек қана сіздің берген нәрді, сіздің берген құндылықтарды қабылдап, ешбір алаңсыз дамып, жетіле беру керек екенін айтыңыз. Оны шексіз сүйетініңізді, өзінің махаббаттан жаралған кішкентай бақыт екенін сезіндіріңіз. Терең тыныс алуыңызды жалғастыра отырып, ары қарай өз ойыңызбен жеке қалыңыз. Жүрек түкпіріндегі айтқыңыз келетін сезімдеріңізді құрсағыңыздағы кішкентай жүрекке жеткізуіңізге болады. Келесі медитацияда жолыққанша.